Сол сияқты басқа топтарда бар. Енді осы топтардың арасында жеке әрқайсысына папка бөлу, яғни ортақ файл беру, ортақ папка беру мәселесін қарастырамыз осы сабақта. Яғни көріп отқандарыңыздай file and print sharing осы Samba 4 бағдарламасын қолданып CentOS машинасын Active Directory domain контроллер қылған болатынбыз. Олай болса, енді файлдарды бөлу үшін, мысалы, Samba Active Directory domain контроллерде осы тағы да сілтеме бар екен, яғни файл сервер ретінде пайдалану, яғни Samba SF файл сервер, және оны қалыпқа келтірудің екі жолы бар. Біріншісі осы Windows-тың Access Control List, яғни Windows-тың құралдарымен басқару, немесе екіншісі бұл жерде POSIX Access Control List, яғни бұл жерде біз қолданушыларды осы Unix операциялық жүйелерінде қолданылатын нұсқасын пайдаланамыз, яғни Configuring with POSIX Access Control List, яғни біз осы протоколды, осы бағдарламаны қолдана отырып, қолданушылардың арасында ортақ файл, ортақ папка жасаймыз. Енді бізге қалыпқа келтіру жұмыстарын менеджерде көрсеткен екен, яғни біз жаңа яғни бөлінетін папкаларды жасақтауымыз керек, және оларға топты, сондай-ақ олардың мүмкіндіктерін белгілейміз. Бұның барлығын мен сіздерге қазір көрсетемін. Және мына жерде сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, мысалы біз жасаған қолданушылар және біз жасаған топтарды біз қалай көре аламыз деген. Яғни оның барлығы әрине CentOS дистрибутивінде Active Directory домен контроллерінде бізде қазір жүйеде тұр. Олай болса, осы жерге келіп, біз қолданушыларды және топтарды көруге тырысып көрейік. Міне менің компьютерім кішкене қатып қалған сияқты болды, және мен қазір root қолданушыға ауысамын, және осы жерде мен қазір қолданушы, біз қосқан қолданушыларды және топтарды көруге тырысып көреміз. Яғни қолданушылар Даник, Дамир, Макс, Марат, сол сияқты қолданушылар, және топтар IT, логист, сол сияқты есепшілер, сатушылар топтары. Олай болса, оны көретін бізде командалар, яғни Samba Tools-ты пайдаланамыз, яғни USR, Local, Samba Bin, Samba Tool, соның ішінде қолданушылардың тізімін көре аламыз, және топтың тізімін көре аламыз. Яғни мен мына жерде осы команданы пайдаланамын, яғни біздің USR, яғни Local, Samba, одан кейін бізде Bin, және осы жерде Samba Tool, және де мен қазір мына жерге User List жазамын, және Enter нүктесін басамын. Және көріп отырғандарыңыздай біздің Active Directory домен контроллер CentOS операциялық жүйесіне қосылған қолданушыларды көреміз. Яғни бұл жерде Меруер, Дамира, Нұрбол, Рабиға, Дамир, Даник барлық қолданушының тізімін көре аламыз. Сол сияқты топтарды да көруге мүмкіндігіміз бар. Яғни мен мына жерде бір қатар жоғары көтеремін, және мына жерге group деп жазамын, және list командасын енгіземін. Енді байқап отырғандарыңыздай, бұл жерде жүйенің өзінің топтарымен қатар біздің қосқан қолданушылар, яғни есепшілер, сол сияқты сатушылар, сондай-ақ мына жерде managers және логист мамандар, IT мамандар. Яғни осы топты мен жаңа қолмен Windows 7 машинасында графикалық user интерфейсті пайдалана отырып қосқанымды көрдіңіздер. Енді біз ортақ папкалер жасайық, және ортақ папкалер жасау үшін шын айтқанда мен алдын ала дайындап қойдым, және сіздерге қай жерде жасалғанын көрсетемін. Және мен сіздерге жаңа папка жасып, сол папканы бөлу мәселесінде қазір көрсетемін. Яғни мен біздің root фолдерде, негізгі фолдерде SRV деген папка жасадым, және осы SRV папканың ішінде, мысалы, Samba, және осы жердегі, яғни бірнеше файлдарды көресіздер. Яғни қарап отырсаңыздар, міне demo деп аталатын папка, IT folder, managers, shared folder, сондай-ақ логист shared folder, сатушылар shared folder. Яғни бірнеше папканы жасап қойдым. Сол сияқты, мысалы, мен қазір мына жерде make directory командасын қолданамын. Және бізде аударушылар shared folder, яғни SF деп қысқартып жазамын, яғни make directory, аударушылар shared folder деймін, және enter нүктесін басамын. Енді ls командасын тағы қолдансам, көріп отырғандарыңыздай бізде аударушылар ортақ папкасы, яғни shared folder пайда болады. Және бұл әзірге бөлінген жоқ, мен оны қазір сіздерге бөлуді көрсетемін. Яғни мен бұл жерде барлық осы құжаттамада Sambаны қолдана отырып ортақ файл жасауда келтірілген мысалдарды көрсетіп отырмын. Яғни SRV деген папка жасадық, соның ішінде Samba, соның ішінде біз қажетті файлдарды жасадық. Енді осы файлдарды, яғни ортақ қылу үшін бізге snb.conf файлында, яғни байқап отырсаңыздар, міне мына жерде жазылған snb.conf файлында келіп, бізге қалыпқа келтірулер жұмыстарын жасау керек. Соның ішінде ортақ бөлініп отырған папкаларды, мысалы мына жерде demo деп отырған мысал папканы бөлу үшін мынандай
командаларды мынандай яғни бөлу жұмыстарын жасау керек. Яғни қарап отырсаңыздар, біз папканың жолын көрсетеміз, қайда орнатылғанын, және ондағы қолданушылардың алатын мүмкіндігі, яғни қандай мүмкіндік алады. Оны көру үшін мына жерде енді мен былай жасаймын. Яғни қараңыздар, мысалы аударушылар папкасын бөлу үшін бізге smb.conf файлына келіп, сол жердегі өзгерістерді жасауымыз керек. Олай болса, бірінші мен locate командасын жазамын, және smb.conf файлын табуға тырысып көремін, яғни enter нүктесін басамын. Және көріп отырғандарыңыздай, біздің smb.conf файлы usr local samba etc папкасында орнатылған. Олай болса, мен қазір сол жерге барайын. Яғни бірінші мына жерде ls командасын пайдаланып алайын, және change directory usr local және де samba, одан кейін бізде etc папкасы. Және осы жерде көріп отырсаңыздар, smb.conf файлын көреміз. Және мен vi-ді қолдана отырып, осы smb файлын ашамын, және enter нүктесін басамын. Енді қарап отырсаңыздар, бұл жерде global parameters, яғни global біздің келтірілген қалыпқа келтіру жұмыстары ол алдын ала жасалған болатын. Яғни біздің сервердің атауы, сондай-ақ біздің домендік атау, және де топты көреміз. Сол сияқты төмен жағында ортақ бөлінген файлдарды көреміз. Яғни қарап отырсаңыздар, мына жерде бірнеше папканы мысал ретінде мен келтірген болатынмын, және осы жерде қалыпқа келтіру жұмыстарын жасадым. Яғни бұл жерде IT фолдерді отырғанымыз, бұл IT қолданушыларға, IT мамандарға біздің ұйымдағы IT топқа арналған папканы көреміз. Сол сияқты менеджерлердің shared folder, яғни папкасы, сол сияқты логист мамандардың папкасы. Яғни мен мына жерде Windows машинасына келіп, көз алдарыңызға көрсетсем түсінікті болады деген ойдамын. Яғни мен мына жерде switch user жасаймын. Және біздің жүйеге осы бір маман ретінде кіріп көрейік. Мысалы, біздің IT маманның бірі ол Max болатын. Яғни Max деген бізде қолданушы бар. Және мен мына жерде Max-тың пароль сөзін, яғни кілт сөзін енгіземін, және бізге Max-тың жұмыс үстелі ашылады. Яғни Max енді біздің доменде. Яғни қарап отырсаңыздар, Max біздің жүйеге кірді. Енді мен компьютерді ашамын. Және осы жерде ортақ файлдарды тексеріп көремін. Яғни бізде машинаның аты сервер болатын. Олай болса, мен серверге бірден басамын. Және байқап отырсаңыздар, бізде бірнеше бөлінген папкалерді көреміз. Яғни IT фолдер, логист фолдер, сол сияқты менеджерлердің фолдері. Енді қараңыз, мысалы Max ол IT мамандардың қатарына кіреді, алайда қатарына кірмейді. Осы логистер тобына кіретін қолданушының кілт сөзін және атын енгізуді сұрап тұр. Олай болса, Max ол папкалерге яғни мүмкіндік ала алмайды. Max-тың кіре алатын мүмкіндік алатын папкасы ол IT мамандардың ортақ папкасы, яғни оның екі рет үстінен басса, осы Max-тың өзінің жеке фолдерін көреміз. Яғни бұл жерде Max кез келген өзгерістерді жасай алады, яғни жаңа фолдер жасай алады. Сол сияқты осы жерде жаңа құжаттарды жасай алады. Яғни мен сіздерге қазір осыны көрсетемін. Яғни бұл кішкене алдын ала сіздерге көрсетіп кетуім, мысал ретінде көрсетіп кетіп жатырмын. Яғни осы жұмыстарды іске асыру үшін мен мына жерде қалыпқа келтіру жұмыстарын жасадым. Яғни ортақ папканың атын жаздым, IT фолдер. Және білесіздер, мен мына жерде қосымша терминалды ашып қояйын. Және осы жерде сіздерге тағы да біздің жасаған өзгерістерді кішкене көрсетіп отырайын. Яғни біз бірнеше директорий жасадық, және ол директорий бізде Samba, яғни SRV Samba папкасының ішінде, және көріп отырғандарыңыздай IT фолдер, бұл осы фолдерді мен ортақ фолдер жасадым, және оны қалыпқа келтіру жұмыстарын мен мысалы осы usr local samba және etc smb config документінде жасадым, яғни құжатында жасадым. Яғни IT фолдерді бөлу үшін мен мына жерге төмендегі командаларды енгіземін, яғни біздің папка қайда орнатылғанын көрсету керек. Біздің папка SRV, Samba және сол жерде IT фолдер деп аталатын байқайсыздар. Және valid users, яғни осы папканы қолдануға мүмкіндігі бар қолданушылардың тізімі, ол Алматы доменіне кіретін қолданушылар және IT мамандар, яғни IT тобына кіретін қолданушылар. Және мен сіздерге жаңа IT мемберлерді көрсетіп кеткен болатын, яғни Max, Мұрат, Меруерт осы IT топқа кіреді. Және мына жерде writable, яғни осы папкаде жазуға мүмкіндігі бар ма дейді. Мен я деген жерге жазуды жазамын. Сондай-ақ browsable дегенге я, яғни осы IT құрамына кіретін қолданушылар сол жердегі папкаларды көре алады. Яғни мен қазір осы жерге аударушылар үшін жасаймын, яғни аударушылар SF деген папка жасаймын. Және байқаңыздар, мына жерде қазір аударушылардың әзірге папкасы жоқ.
Олай болса, мен қазір аударушылар папкасын ортақ папка етейін. Ол үшін мен мына жерге vi-ді қолдана отырып, осы аударушылардың папкасын жазамын. Яғни қараңыздар, біздің қолданушылардың папкасы ортақ бөлгіміз келіп отырған папка аударушылар sf деп аталынады. Және оны қате жазбас үшін мына жерге көрсетіп қояйын. Яғни кішкене қиындау мысалды алған сияқтымын. Міне, біздің бөлгіміз келіп отырған папка ол аударушылар shared folder. Және де төмен қарай түсемін. Қай жерде орнатылғанын көрсету керек. Біздің папка тағы да srv, соның ішінде samba, және осы жерде мысалы аударушылар sf деп аталынады. Енді бұл папканы кім қолдануға мүмкіндігі бар екенін жазайық, яғни valid users. Және де бұл папканы қолданатын бізде Рабиға мен Ринат қана болады. Басқа IT мамандар немесе логист мамандар бұнда папкаге қол жеткізе алмайды. Яғни valid users бізде мына жерде плюс белгісін қою керек. Және сіздерге бір нәрсе айтқым келіп отыр. Мысалы, Алматы бізде бұл жерде домендік атау екенін білесіздер. Және құжаттамада кішкене қате жазған, яғни мына жерде құжаттамада кішкене қате жазылған сияқты. Енді мен оны сіздерге қазір үңіліп жатпаймын, алайда сіздерге бұл жерде жазатыныңыз осы доменнің атауы, яғни қай топқа кіретін. Біздің доменнің атауы Алматы. Олай болса, Алматының ішіндегі сатушылар, яғни тобына кіретін қолданушылар, сатушылар деп жазамын. Және бұл жерде writable дегенге мен yes деймін, яғни осы топқа кіретін қолданушылар папкаге құжаттар жаза алады, және өзгертіп жоюға мүмкіндіктері болады. Сондай-ақ browsable дегенді жазамын, яғни қолданушылар ол жердегі папканың барлығын көруге мүмкіндігі бар. Мен енді мына жерде құжатты сақтаймын, және құжаттан шығамын. Енді мен Windows 7 машинасына келіп, осы жерде мына жерді қайтадан бір рет обновление, яғни жаңарту жасасам, онда көріп отырғандарыңыздай бізде аударушылар shared folder пайда болғанын көреміз.